Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мынандай шоколадный рулет жасаймыз. Ол өте дәмді. Ыдысқа жұмыртқаның сарысын саламыз. Араластырамыз жақсылап. Енді оған қантты саламыз. Ағарғанша араластырамыз. Енді аздап кішкене сүт құямыз, сұйықтау болу үшін. Бұл бізде заварной крем. Араластырамыз. Енді оған ұн қосамыз. Бір пачка ванильный сахар саламыз. Немесе пышақтың ұшында ванилин. 1 грамм. Қалған сүтті ковшқа қоямыз. Газға қоямыз. Қайнатқанға дейін жеткіземіз де газдан аламыз. Енді массаға ыстық сүтімізді араластыра отыра құямыз. Бұл массаны қайтадан ковшқа құямыз. Енді орташа отқа қоямыз. Айналдыра отыра қайнатқанға дейін жеткіземіз. Үлкен мынандай пүзірек шыққаннан кейін 10-15 секундтай пісірдік. Оттан алып, ыстық қабында шоколадты саламыз. Араластырамыз. Жаңағы шоколадный кремімізді қайтадан ыдысқа саламыз да, бетін контакт пленкамен жауып қоямыз. Кремімізді басқа ыдысқа салғаннан кейін холодильникте майды шығарып қоямыз. Екеуі бірдей температураға дейін жылыну керек. Сол жылынғанда бисквит жасаймыз. Май мен заварной креміміз бір температураға жеткен кезде енді бисквит пісіре бастаймыз. Ол үшін мен пергаментті бумаганы дайындап алдым. Пергаментті қағазды. Былайынан 39, былайынан 29. Үстіне сары май жағамыз. Ыдысқа 3 жұмыртқа саламын. Жұмыртқаларым ірі, премиум. Оған қант қосамын. Енді миксермен көпіргенше араластырамын. 10-12 минут уақыт кетеді. Сонымен жұмыртқамызды 12 минуттай араластырдым, қантпен көпірдім. Жаңа көрдіңіздер, венчиктің ізі қалу керек, 2 есе ұлғаю керек, ағару керек жұмыртқамыз. Бұлай венчиктен бұлай түсіргенде, әзер түседі. Мынандай ізі тез жоғалып кетпейді. Көрдіңіздер ме? Осылай болу керек. Ұнға енді какаоны араластырамыз. Жұмыртқамызға енді ұн мен какао араласқан қоспамызды себеміз. Енді ақырындап мынандай лопаткамен немесе мынандай венчикпен араластыруға болады. Төменнен жоғары қарай. Ақырын былай. Шеңбер бойынша. Енді бұл тестаға бір ас қасық су құямын. Ақырындап араластырамын.
Енді мына дайындап алған противеньге құямын. Енді бетін тегістеп жаямын. Болашақ рулеттің бетін тегістеп жайдым. Енді алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 12 минут пісіремін. Менің духовкамда 4 полка бар, жоғарыдан санағанда екіншісінде пісіремін. Тек кептіріп алмаңыз. 10-12 минут болғанда зубочистка салып тексеріп көріңіз. Егер де ол құрғақ болып шықса, онда бисквит пісті деген сөз. 10 минутқа дейін духовканы ашпаңыз. Рулетті духовкадан алып шықтым. Ыстық қалпында мынадайында қойған целлофанның үстіне қойғызамын. Суық суға таза орамалды салып сығып аламын. Кухняда қолданатын орамал. Енді рулеттің бетіне жауып қоямын. 15-20 минуттан кейін суығанда аламын. Басқа таза ыдыста комнаталық температурада еріген сары майды миксермен араластырамын. Ағарғанша және көлемі ұлғайғанша. Бір қасықтап заварной массамыздан салып бірге араластырып тұрамыз. Сонымен шоколадный креміміз дайын. Енді оны холодильникке қоя тұрамыз. 20 минут өтті. Рулетімізді енді қағаз шешеміз. Міне мұнда тәтті кофе дайындап қойдым. Енді осымен рулетті пропитываем. Енді міне холодильниктен алған кремді жағамыз. Бас жағына кремді қалыңдау қылып жақсақ, шет жағына жұқалау жағамыз. Енді ақырындап мына жақ шетінен целлофанның көмегімен рулетімізді бұраймыз. Кішкене мынандай қылып не. Ары қарата енді орай береміз. Қатты кептіріп жібермесеңіз, рулет ол сынбайды. Енді осы қағазымызға қайтадан целлофанға орап 3-4 сағатқа холодильникке қоямыз. Желатинға суды қойып, бұқтырып қоямын. 60 грамм майды плитада ерітемін. Майды ерттік. Енді оған қант саламыз. Сметана саламыз 2 қасық. Менде сметана аз болды, кішкене сүт қостым. Бәрін араластырамыз. Енді үстіне какао қосамыз. Енді араластырамыз да отқа қоямыз. Қайнатқанға дейін жеткіземіз. Міне үлкен пузыректер шықты, ендеше оттан аламыз. Міне глазурimiz ыстық. Енді оған желатинді саламыз сразу. Бұқтырылған желатинді. Сонымен глазурimiz дайын. Рулеттің бетіне құямыз соған соң аздап. Рулетті холодильниктен алдық. Енді мына пленкасын сейчас алып тастаймын. Әдемі болу үшін екі жақ шетін кесіп алып тастаймын. 4 сағат холодильникте тұру керек. Менің рулетім 2 сағат тұрды. Енді мына рулетке аздап суыған глазурды құямыз. Орехпен украшаем. Сағатқа холодильникке қоямыз.
Рулет өте дәмді. Қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Егер де видео ұнаса, лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Күшті ма? Ас болсын.